Сәлем балақай. Бүгін біз жәндіктермен танысатын боламыз. Балалар, естеріңе сақтаңдар. Жәндіктердің зиянды және зиянсыз, тіпті улы түрлері болады. Ендеше олармен танысайық. Олай болса, менен кейін қайтала. Көбелек. Көбелек. Балалар, көбелектердің адам баласына ешқандай зияны жоқ. Көбелектер өте әдемі болады. Ара. Ара. Балалар, аралардан сақтану керек, себебі ара улы жәндік болып саналады. Шыбын. Шыбын. Шаян. Шаян. Балалар, естеріңе мұқият сақтаңдар. Шаяндар өте улы жәндік. Сол себепті шаяндардан аулақ жүріңдер. Келесі жәндік қанқыз. Қанқыз. Тарақан. Тарақан. Балалар, тарақандар тағамнан қалған қоқыстар мен қалдықтарды жейді. Сол себепті тамақты шашпай мұқият жеу керек. Өрмекші. Өрмекші. Шегіртке. Шегіртке. Маса. Маса. Инелік. Инелік. Қара құрт. Қара құрт. Балақай, қара құрт өте улы жәндік. Егерде қара құрт жәндігін көріп қалсаңдар, одан аулақ жүріңдер. Балақай, менің сөзімді мұқият тыңдап, менен кейін даусыңды шығарып қайтала. Қырық аяқ. Қырық аяқ. Бұл жәндіктің аяқтары өте көп. Сол себепті қырық аяқ деп аталады. Келесі жәндік құрт. Құрт. Құрттар түрлі жемістерде және ағаштардың діңдерінде өмір сүреді. Келесі жәндік жауын құрт. Жауын құрт. Жауын құрттар топырақта жаңбыр жауғаннан кейін пайда болады. Сол себепті жауын құрт деп аталады. Ұлу. Ұлу. Ұлулар өте баяу қозғалатын жәндік. Құмырсқа. Құмырсқа. Құмырсқалар өте еңбекқор жәндіктер. Олар жаз бойы тынбай еңбек етіп, қысқы азықтарын жинайды. Қоңыз. Қоңыз. Жарайсыңдар балалар. Енді сендер жәндіктермен таныс болдыңдар. Балалар, жаңа айтып өткен улы жәндіктер естеріңде ме? Олай болса, сол жәндіктерді көріп қалсаңдар, олардан аулақ болыңдар. Себебі олар өмірлеріңе зиян тигізуі мүмкін. Ендеше сау болыңдар балалар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпа.